Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты. Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін білім ошағы. Ұлт көсемі Әлиханның есімі берілген осынау алтын сарайдың биылғы жылғы түлегімен Қамысбай Тілеужан Ерғанатұлы осы бір зәулім мектебіміздің тыныс тіршілігімен таныстыратын боламын. Біздің мектебіміздің Әлихан Бөкейхан залымен таныс болыңыздар. Қарағанды облысы әкімдігінің қаулыларына сәйкес нөмірі 76 мектеп 1992 жылдан бастап жалпы білімді қазақ тілінде беретін орта мектеп болған болатын. Және де дәл сол жылдан бастап мектебімізге Әлихан Бөкейхан есімі берілген еді. Мектебіміздің 4-ші қабатында алаш қайраткері Әлихан Бөкейханға арналған мұражайымыз орналасқан. Мінекей мынау Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханға арналған құрмет тақтасы. Бұны мектебімізге биыл 20 жыл болған түлектеріміз сыйға тартқан болады. Халықтың қамын ойлап, елім деп еміренген Алаш партиясының ізімен жүріп, сол ұлтымыздың ұлы зиялыларына жүрегімнің толғанысын өлеңмен жеткізсем. Отырмын, шығар алмай мұңым дестен, шарықтаған шабытым түңілместен, бейнесі алашымның асқақтап тұр, ерлік үшін, ел үшін ғұмыр кешкен, алаш деген қазына халық құрған, ай бұның күллі әлемге таныптырған, алаш аты қазақтың жүрегінде қалың үміт алаулап жанып тұрған. Білмеймін, енді қашан кім сүрінер, құлпырып тұр көгімде күн шынымен, алаштың Әлиханын есім алам, жүректің әрбір соққан дүрсіленен. Құрбан боп азаттықтың ағымында, өмір өткен өкініш жанырында, бастан кешкен қорлықтың әр тамшысы теңіз болып толқиды тамырымда. Қалықтасын, талмасын соңқар үнім, бабамның тыңда өстім жыр тәлімін, кешегі өр алаштың сарқытымын, отауызды қазақтың ұрпағымын. Мен қазақпын, алашпын рухы биік, жататын өзегіне жыр түйіліп, мәңгілікке азаттың басын емес, алатын жаратқанға бір сыйынып. Жарқыраймын, жайнаймын жерімде тік, туды күнің аңсаған сенің күтіп, тұлғасын алашымның қадір тұтам, қалғанша кеудемдегі демім бітіп. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан бабамыздың биылғы жылғы 155 жылдығы еліміздің барлық аймақтарында аталып өтіліп жатыр. Сол бабамыздың рухтас інілері, алаш қайраткерлері әр қазақтың жүрегінде алтын әріппен сақталуы тиіс. Бабаларымыздың рухы асқақтай берсін.
Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар. Алихан мектептері альянсы. Дауысым естіліп тұр ма менің? Естіліп тұр. 2021 жылы тарихи оқиғаларға 9 жыл болып отыр. Себебі Жыраулығы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығымен Қазақстан шыққан тұңғыш құқық магистрі Жақып Ақбаевтың 145 жылдығымен және белгілі математик еліміздің шекарасын тұтастығын сақтап қалған Әлімхан Ермековтің 130 жылдығымен қазақ поэзиясының көрнекті өкілдері дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың 110 жылдық және қазақ поэзиясының хан тәңірі атанған Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығымен ең басты құндылығымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығымен және осы Алаш арысы есімін иеленген 5 мектеп Алихан Бөкейханов атындағы Алихан бабамыздың 155 жылдық тойымен тұспа-тұс келіп отыр. Құрметті қонақтар, Қарағанды облысы бойынша 5 мектепке Алихан Бөкейханов есімі берілген екен. Ақтоғай ауданында, Балқаш қаласында, Шахтинск қаласында, Теміртау қаласында және Қарағандыда Майқұдықта біздің мектепке осы Алаш арысы есімі берілген екен. Қарағанды облысы білім басқармасының және Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының идеясымен 2020 жылы Алихан мектептерінің альянсы құрылған болатын. Қазір осы жерде осы Алихан мектептерінің басшылары қатысып отыр. Қарағанды қаласы Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың директоры Айтқұл апамыз да қатысып отыр. Енді осы бүгінгі жиынымыздың кіріспе сөзін Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының директоры Әбдікерова Бақытгүл Кемалдиновнаға беріледі. Бақытгүл Кемалдиновна, кезек өзіңізде. Сөйлей беріңіз. Қайырлы күн. Марпеза, сәлеметсіз бе? Жақсы естіліп тұр ма мен даусым? Естіліп тұр, сөйлей беріңіз. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі конференция қатысушы оқушылар, әріптестер, қонақтар. Бүгін міне Алихан Бөкейхан азаттықтың жарысы атты Алихан мектептері альянсы аясындағы конференцияға барлығыңыз қош келдіңіздер. Мартбек мырза, бұл конференцияның маңыздылығы ерекше, себебі бұл алғаш рет Алихан мектептерінің альянсы аясында өткізіліп отыр. Өздеріңіз осы Алихан мектептері альянсының қазіргі таңдағы тәжірибе тарататын ең алғашқы осы Алихан есімін алған атауын алған мектебінде қазіргі таңда ауқымды жұмыс атқарып жатсыздар. Өз сөзімде осы биылғы жылғы 2021 жылы Алихан мектептерінің альянсын атқарған ауқымды біршама жұмыстарын айта кетуге болады. Құрметті конференция қатысушылар, баспасөз беттерінде өзін қыр баласы деп таныстырған, көпшілік жұрт оны ұл көсемі деп білген, қазақ ұлтының жоғын жоқтап, мұңын мұңдаған, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймайым деп Алихан Бөкейхановтың биыл 155 жыл толуы. Даусыңыз естілмей қалды. Мерейтойы ЮНЕСКО аясында тойланған болатын. Бүкіләлемдік дара тұлға деп танылған болатын. Сондықтан, құрметті әріптестер, бүгінгі конференцияда қатысып отырған біздің келешек тәуелсіз Қазақстанның болашағына өзін үлес қосатын жеткіншек ұрпақтарымызда отыр. Сондықтан әрқайсы көкейде Алихан Бөкейханов қазақ үшін кім деген сұрақ тұрғаны айқын. Сондықтан, құрметті әріптестер, бүгінгі конференцияда сондай мазмұнды да мағыналы сұрақтар айтылып, баяндамалар оқылатыны бізге бүгінгі бағдарлама аясында мәлім болып отыр. Құрметті әріптестер, сіздер қазір
6 мектеп Алихан Бөкейхановтың мектептердің альянсын құрып шешімге бұл шешімде Нұра ауданынан да сіздердің орталарыңызға Алихан Бөкейханов атындағы тағы бір мектеп қосылып отыр. Сондықтан қазіргі таңда сіздер 7 мектеп боласыздар. Бүгінгі конференцияға Қарағанды облысы білім басқармасына да осындай біздің Алихан мектептерінің альянсы Алихан Жақсы, Бақытгүл Ималина үзіліп кетті ғой. Кішкене интернет желісі нашарлау болып тұр. Ары қарай жалғастыра берсек онда. Келіп тұр ма? Дауысыңыз әлі естіліп тұр. Жақсы, жалғастырайын. Сізде сәттілік деп маңызды мазмұнды конференцияның сәтті өтуіне жүргізілген жаңғана сізге алып болған қаласындағы Алихан Бөкейхановтың болмысын, тіршілігін біздің оқушымыз Еужан айқын көрсетіп өтті. Сонда құрметтестер, сіздің бүгінгі конференция тағы да ұсыныс жасап, ауқымды жұмысты келесі жылғы да жалғастыратындары сөзсіз. Құрметтестер, оқушылар айта кететін, тек қана мерейтойында емес, күнделікті түрде Алихан Бөкейхановтың тұлғасын өздеріңіз маған тартқан, өткен күнде белгі бар қолымда отыр. Осы өткен күндегі біз әрбір өзімізді ұмытпай, өзіміз тәрбиелеп отқан өскелең ұрпаққа жету біздің міндетіміз. Сондықтан құрметті әріптестер, барлығыңызға мықты денсаулық, пандемия кезінде әр педагог үшін, бала үшін, қоғам үшін маңызды денсаулық болып отыр. Сондықтан денсаулығыңызды күтіп, осында Алихан Бөкейхановтың өмірін зерттеп, келешек ұрпаққа жеткізе берейік. Конференцияларыңызға сәттілік деп рахмет. Рахмет сізге, Бақытгүл Ималина. Келесі бөлімімізге көшсек, Қарағанды облысының білім басқармасының идеясымен былтырғы оқу жылынан бастап өнегелі өмір жобасы іске асуда. Жобаның мақсаты қазақ елінің дамуына үлес қосып жүрген Қарағанды өңірінің айтулы тұлғалардың өнегелі өмірін насихаттау, кездесулер өткізу. Бүгін енді осы кездесуде өнегелі өмір жобасының бүгінгі қонағы Ерни Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультеті деканының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары докторант Смағұл Нұртас Бірлігұлы. Нұртас Бірлігұлы, кездесуге келісімдері үшін сізге зор алғысымызды білдіреміз. Қазір бір жақсы кездесудің реті болайын деп тұр. Бізді естіп отырған шығарсыз, иә? Да, жақсы естіп жатырмыз. Енді бүгінгі кездесуімізді бір әдемі, әсем әнмен бастайық, шәмшінің әнімен. Ортаға Алихан мектебінің мақтанышы, облыстық, республикалық, халықаралық дәрежедегі конкурстардың жүлдегері, балапан ардасында өткен Дара бала бағдарламасының арнайы қонағы болған Тұрал Елдардың орындауында Шәмші Қалдаяқовтың әні Теріскей. Қабыл алыңыздар.
Рахмет, Елдар. Жақсы. Бүгінгі кездесуіміз еркін форматта өтеді. Көкейде жүрген сұрақтарды қоюға рұқсат. Олай болса кездесуімізді бастайық. Берілбек мына слайдты алып тастаң, біздің қонағымыз Нұртасты бірлігін беріп суретімен шығарсаңыз. Бірінші сұрақты Қарағанды қаласы біздің мектептен, Әлихан мектебінен балалар сұрақтар сол кісілер бастайды. Бірінші сұрақ қойыңыздар балалар, бастайық. Мөлдір, сіз бастаңыз. Қайырлы күн, құрметті Нұртас Бірлікұлы. Бізбен кездесуге келгеніңіз үшін сізге зор алғыс білдіреміз. Жалпы әркімнің туған жері өзіне ыстық деген дана сөз бар. Шертпек күйдің атасы Тәттімбет атамыздың елінен екенсіз. Туған өлкеңіз туралы айтып өтсеңіз, балалық шаққа саяхат жасасақ. Саламатсыздар ма, құрметті Әлихан мектебінің оқушылары, білімді ұстаздары, құрметті қонақтар. Өз басым өте қуаныштымын.
кешіріңіз, мына жерде алмагүл Маратовна, телефонды өшіріңізші. Мен аяқта Өте қуаныштымын. Біздің Қарағанды облысында 7 Әлихан Бөкейхан атындағы мектептің бар болуы, бұл біздің облысымыз үшін, біздің еліміз үшін өте зор қуаныш және үлкен бір мақсаттың жүзеге асқандығы. Яғни ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның атын иелену бұл шын мәнінде зор мәртебе, әрі зор жауапкершілік. Сондықтан өз басым Әлихан мектептерімен кездесу деген кезде өз басым қатты толқып, кішкене өзім былай қорқақтап келдім. Шын айтқан кезде Әлихан Бөкейхан өте мысы басым. 20 ғасырдың ең айтулы тұлғалардың бірі. Ол әлемдік тұлға. Әлихан Бөкейханның жаңағы тұлғасын бұл әлі сіздер зерттей бересіздер. Әлі қазақ қоғамы бұл 100 жыл ма, бұдан кейін ба зерттей береді. Сондықтан сіздерге шақырғандарыңызға зор алғыс айтамын. Жақсы сұрақ қойды, туған жер туралы. Қазақ үшін ол туған жер, ол отан, ол мемлекеттілік бастауы. Мысалы үшін адамның бойында мемлекетшілдік қасиеттер болады. Ол барлықтарыңыздың бойыңызда бар. Әркімнің өзінің туған жерін жақсы көруі, туған жерін құрметтеуі, ол мемлекетшілдік, отаншылдық қасиет. Ол өзі елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылы Ұлытауда кездесуінде, Ұлытаудағы толғанысында айтқан болатын. Отан дегеніміз бірінші өзіңді әке-шешеңнен, отбасынан, туған жерден басталады дейді. Мен отанның бастауы, мемлекеттің бастауы ол туған жерден басталады екен. Жаңа туған жер туралы сұрап отырсыздар ғой. Әркімнің өзінің туған жері бар, әркімнің өзінің туған жері өзіне өте жақын болып келеді. Жаңа туған жерім осы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Тәттімбет, жаңа халықтың топонимикалық атауы бойынша ол жер Арқалық деп аталады. Ал әкімшілік Қазақстан Республикасының әкімшілік территориялық бөлінісі бойынша жаңағы Тәттімбет селолық округі деп аталады. Бұл жер 97 жылға дейін бұрын Егіндібұлақ ауданы және 93 жылы Егіндібұлақ ауданына қазақ халқының ұлы биі, орда биі, 18 ғасырдағы қазақ мемлекетінің саяси тұтқасы, 18 ғасырдағы қазақ қоғамындағы ең ірі айтулы би болған мемлекетшіл тұлға, халықаралық дәрежедегі саяси мәмілегер дипломат Қаз дауысты Қазыбек би ауданы деп аталды. Неге Қаз дауысты Қазыбек би атындағы ауданда осы жерге берді? Себебі бұл жерде Қаз дауысты Қазыбек бидің ұрпақтары қоныстанған және аңыз бойынша және тарихи деректер бойынша Қаз дауысты Қазыбек би осы Сыр өңірінен осы Балқантау, Қу деп атайды Қутауын, жолда Арқалық, Едірей, Мыржық, Дастар Қылыш осы аймақты мекендеген. Бұл жер атақты Асан Қайғының аңызында бар. Асан Қайғы. Асан Қайғы еліне құтты қоныс болатын, өзінің туған халқы бейбіт, ынтымағы жарасқан, бейбітшілік заманда өмір сүруін аңсайды. Туған халық үшін Асан Қайғы өмір бойы жерұйық дейді. Жерұйық дегеніміз бұл үлкен идея, бұл халықтың бейбіт, ешқандай соғыссыз, ғылым білімі өркендеген жерде тұру екен. Бұл жерұйық идеясының тамыры сонау мыңдаған жылға дейін кетеді.
сол Асанқайға аңыз бойынша жер қарап жүрген кезде жаңағы түндіктің бойына келеді. Өйткені қазақ қоныстары, жалпы біздің қоныстарымыз көбінесе өзеннің жағасында орналасқан, иә. Түндіктің бойына келген кезде айтқан екен, бұл жер сондай бір берекелі жер екен деп айтып кеткен екен. Ал түндіктен өтіп барады Үшқараға келген кезде артына қимай үшқараған екен, артына қимай. Сондықтан бұл таудың аты Үшқара деп аталып кеткен екен деген, бізде Үшқара деген тау бар. Міне осы өңірде негізінде 20 ғасырдың басында осы Қарқаралы өңірі саяси орталық болды. Жалпы Қарқаралы өңірі Алаш идеясының дүниеге келген жері, Алаш идеясының алтын бесігі осы Қарқаралы жерінен басталған болатын. Сондықтан осы Тәттімбет ауылдық округінің жерінде және ол көршілес аймақтардың барлығында тарихи ескерткіштер өте көп, кесенелер көп. Мысалы үшін біздің жаққа жаңағы Арқалыққа, Тәттімбетке келсеңіз, өзіңіз айтпақшы, Шертпек үйдің шебері Тәттімбет Қазанғапұлының кесенесі бар. Тәттімбет Қазанғапұлының кесенесі мынау Қазақстанның республикалық маңызы бар мәдени нысандардың қатарына кіреді. Жаңағы білесіздер ғой, 100 ескерткіш мәдени нысанға кіреді, жаңағы республикалық маңызы бар. Сол Тәттімбет Қазанғапұлы атында Қазанғапұлының кесенесі жаңағы республикалық дәрежедегі мәдени нысандардың қатарында, 100 ескерткіштің қатарында. Бұл біз үшін, біз жерлестеріміз үшін, осы Қарағандымыз үшін, Қарағанды облысы үшін өте үлкен қуаныш. Бұл мемлекет қорғауына алынып, болашақта бұл жерге туристер көп келеді, мемлекет қайраткерлері, жазушылар, ақындар көп келеді. Әлі есімде, бала кезімде Қазақстанның мемлекет қайраткері ақын Кәкімбек Салықов келді. Ол кезде 10-шы сынып оқимыз, түсіне де қоймаймыз. Ол кезде осындай кең дәрежеде шаралар енді болып тұрады ғой, бірақ ауыл баласы болғандықтан Кәкімбек Салықов келген кезде түсінбедік. Енді көп қонақтардың бір шығар екен деп, сөйтсек Кәкімбек Салықов Тәттімбет кесенесін арнайы іздеп кепті. Өзі айтады, жаңағы Моцарттың Бетховеннің 8-ші симфониясын тыңдап отқан кезде есіме Тәттімбет түсті. Осы Тәттімбет Қазанғапұлының кесенесін көрейін деп арнайы осы Қаздауысты Қазбек би ауданына Арқалыққа келіп Тәттімбеттің басына тәу етемін дедім. Бұл сөздер бала болсақта бізге қатты әсер етті. Білдей мемлекет қайраткердің жаңа ұлы бабасының басына келуі ол шын мәнінде әсер етеді. Қазір жақсы бағдарламалар қабылданды ғой. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Қазақстанның қасиетті жерлері, туған жер, Қазақстанның қасиетті географиясы деген үлкен республикалық жобалар жүзеге асып жатыр. Осы жобалар, осы республикалық жобалардың жүзеге асып отыруы жаңағы әркімнің бойындағы туған жерге, туған елге деген сүйіспеншілікті, мақтанышты ояту. Өйткені жаңа айттым ғой, ол патриотизм, мемлекетшілдік, ол туған жерінен басталады. Өзің мектебіңді, аулаңды, қалаңды жақсы көруден адамның бойындағы отаншылдық қасиет басталады. Міне осы 1987 жылы Арқалық орта мектебіне барып, 1997 жылы Арқалық орта мектебінің 10 жылдығын аяқтап, осы Қарағанды мемлекеттік университетіне, тарих факультетіне келдім. Өйткені тарих факультетіне келу адамның сол кездегі, жас кезіндегі болып жатқан оқиғаларда, оқып жатқан біліміңізді әсер етеді. Мысалы үшін 1990 жылы Тәттімбет Қазанғапұлының 175 республикалық көлемде 175 жылдық той аталып өтті. Сонда біз бала болып жүрсек те үлкен шараларды көрдік. Мен осылай жаңағы біз туған жерге, туған өлкеге, туған өлкенің әр тасын, әр ескерткішін қадірлеу осы бала кезден басталды. Кейін осы жұмыс істеп жүрген кезде осы
туған жерімізге арнайы белгілі бір мақсат көздеп, бұл жердің тарихын көрейш, бұл жердің тарихын ары қарай қалай жазуға болады, қандай ойлар бар деп оймен баратын болдық. Яғни ол біз үшін қарапайым тау жер емес, ол киелі өлке болып есептеледі. Жалпы осы. Рахмет. Нұртас Бірлікұлы, сұрақтарға ықшамдап жауап беріп отырсаңыз, өйткені бізде сұрақ қоюшы адамдар көп. Байқамай қалдым. Бағалап отырайық. Тағы бір сұрақ қойса балалар, біздің Қарағанды қаласы Әлихан мектебінен кімде қандай сұрақ бар, қойыңыздар. Жақсы. Онда келесі сұрақ қою кезегін Балқаш қаласына берейік. Балқаш қаласынан бізде Әлихан мектебіне қосылып отыр, сол балаларға кезек берсек. Балқаш қаласы, сіздер сұрақ қойыңыздар. Құрмет. Сөйлей беріңіз, естіліп тұр. Микрофоныңызды қосыңыз, естілмей жатыр. Құрмет. Сөйлеңіз. Құрметті Нұртас Бірлікұлы. Қазақ автономиясын құру идеясы Әлихан Бөкейханның императорлық орыс география қоғамының Батыс Сібір бөлімімен әріптестігі кезінде Григорий Потанинмен таныстығынан кейін туған дейді зерттеулерде. Бұған Потанин немесе басқа да факторлар әсер еткен бе? Өте дұрыс сұрақ. Бұл қазақ ұлттық автономиясын құру идеясы Әлихан Бөкейханға Потаниннен кездескеннен кейін туды деген идея негізінде ол бір жақты. Себебі мынау 20-шы ғасырдың басында қазақтың сол кездегі зиялы қауымы Санкт-Петербургте, Мәскеуде, Қазанда, Каирда, Стамбулда, және тағы басқа қалаларда оқыған ұлт зиялылары бас қосып, болашақта қазақ халқына еркіндік, теңдік, бостандық алып беру үшін, қазақ мемлекетін қайта құру үшін үлкен саяси әрекетке кіріседі. Әрине олар алдымен партия құру, жақтастарын жинау, қазақ халқын ояту, рухын көтеру жұмыстарын жасайды. Сондықтан Әлихан Бөкейхан басты идеясы ол тәуелсіз, еркін қазақ мемлекетін құру болып саналады. Оған әдейі Алаш деген атау береді. Алаш деген атау өте кең еді. Бізде Алталаш деген ұғым бар. Сол қазақ тілінде сөйлейтін дәстүрі бір халықтың басын қосып, мемлекет құруды жүзеге асырады. Яғни ол бірінші мемлекеттің жері болу керек. Сондықтан үнемі ол қазақ жүрген жерлердің барлығын басын біріктіріп, Алаш мемлекетін құрды. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасы сол Әлихан Бөкейхан негізін қалап кеткен. Әлихан Бөкейханның идеясымен құрылған мемлекет негізінде түбі. Өйткені мемлекет құру үшін жер керек қой. Осы қазақ жүрген жердің барлығын жинаған Әлихан Бөкейхан. Яғни бұл сұрақтың, сондықтан сұрағыңыз өте маңызды сұрақ. Ол Әлиханның қазақ жерін біріктіру идеясы Потанинмен кездескенге дейін болған. Ол Потанинмен дос болған. Потанинді өте құрметтеген, оны ақсақал деп сыйлаған. Яғни, сондықтан Потанин де Әлихан Бөкейханды құрметтеген. Сондықтан жаңағы Алаш идеясын құру идеясы Әлихан Бөкейханның жасынан, бала кезінен болған негізі. Кейін ол осы жолда әрекет жасады. Сондықтан Әлихан Бөкейханның барлық ісінде газет шығару, қазақ жерін зерттейтін ғылыми экспедициялардың қатарында болу жұмысы, Думаға депутат болуының барлығы қазақ халқына саяси бостандық алып берем деген идеядан туған іс әрекет. Көп рахмет сізге. Жақсы, рахмет.
Тағы сұрақ қойыңыздар, Балқаш қаласы. Қайырлы күн, аса құрметті Нұртас Бірлікұлы. 1905 жылы Әлихан Бөкейхан бастаған топ қарқаралы петициясын дайындаған. Петицияда қазақтар жайлаған жерлерді олардан елігі деп тану керегі жазылған. Жалпы қарқаралы петициясы туралы кеңірек айтып өтсеңіз. Иә. Осы таяуда біздің университетіміздің ректоры, Бөкетов атында Қарағанды университетінің ректоры Әлихан Бөкейхан, осы ректоры Нұрлан Болатбекұлы осы қарқаралы петициясы жөнінде өте бір жақсы ой айтты. Біз қарқаралы петициясының әр сөзін жақсы білеміз ғой. 1905 жылы жаз айында Қарқаралыда қоянды жәрмеңкесі болады. Ол қоянды жәрмеңкесі сол кезде халықаралық дәрежедегі жәрмеңке. Оған Қазақстан мен көрші елдердің барлық саудагерлері келіп сауда жасайды, және қазақтар осы жәрмеңкеге жиналып өздерінің мәселелерін шешеді. Жер мәселесі, күнделікті қоғамға байланысты мәселелердің барлығы осы жәрмеңкеде шешілген. Осы кезде қарқаралы петициясының жазылуының артында осы Әлихан Бөкейхан басқарған алаш зиялылар тұрды. Ғалымдардың болжауынша Әлихан Бөкейхандар осы қарқаралы петициясының мәтінін сол кезде Санкт-Петербург университетінің түлектеріне, яғни Жақып Ақбаев сияқты тұлғаларға тапсырған. Өйткені қарқаралы петициясын жай адам жазбаған. Сол Санкт-Петербург университетінің түлектері, жоғарғы университеттің қызметкерлері, бітірген түлектер жазған. Онда бұл петиция өте сауатты жазылған. Яғни сол кезде Ресей империясының министрлер кеңесінің төрағасы Виттеге хат жазады. Кейін екінші хаты сол тікелей Ресей империясының императорына, патшасына қарсы жазылады. Бағыттал солардың атына. Қарқаралы петициясында сол кезде қазақтың жер мәселесі, қазақ жеріне көрші Ресейден көшіп келе жатқан шаруалардың көшін тоқтату туралы, алдымен жерді қазаққа беру туралы, қазаққа ғылым, білім, мектеп ашу туралы, мүфтият ашу туралы, барлық осы 42 мәселенің барлығын сауатты түрде жазып, оны өте өркениетті, сол заман тұрғысынан алған кезде өте өркениетті әдіспен жүзеге асырып, тікелей Ресей империясының астанасы Санкт-Петербург қаласына бағыттайды. Сондықтан бұл петиция жай құжат емес. Біз петицияны оқыдық па ең бір. Осы профессор Зарқын Тайшыбай деген ағамыз бар. Зарқын Тайшыбай алғаш рет осы 80 жылдың аяғында қарқаралы петициясын қазақ тіліне аударып жариялаған. Қазір осы қарқаралы петициясы әлі де әр тармағы, әр жазылған сөздері күн сайын зерттеліп отыр. Бұл жерде әр тармақтың артында үлкен құпиялар бар. Құпия болған бұл сол кезде қазақ қоғамының барлық мәселелерін қамтиды. Міне, ол петиция деген құзырхат, яғни еркін түрде, өркениетті түрде халықтың талап, тілегін, халықтың арман, мұратын осы петицияға сыйдырған. Егер петиция ұзақ болып кетсе, оны ешкім оқымайды ғой. Ал бұлар барынша қысқартып, түсінікті болып халыққа ұсынған. Сондықтан қарқаралы петициясын сіздерді оқып жүріңіздер. Өйткені бұл қарқаралы петициясы туралы ғылыми диссертациялар, мектепшілік жобалар, облыстық жобалар беруге болады. Сіздердің ойларыңызда жүрсін. Өйткені осы биыл келесі жыл болсын, сіздер әрқайсыңыз осы қарқаралы петициясы туралы ғылыми жобалар берсеңіздер, бұның маңызы өте арта түседі деп ойлаймын. Көп рахмет сұрағыңызға. Өте жақсы сұрақ, біздің жақсы өзін сұрағымыз. Жақсы. Балқаш қаласы. Кезек өздеріңізде бір оқушы арнап оқиды деп жатыр, сол оқушыға кезек берсек. Есімі көңіліме мұң тұзды бір. Таңдағы шолпан екі күндізгі нұр. Жалт етіп жасын шашқан жалқын сәуле. Жарқ етіп жанып сөнген жұлдыз ғұмыр. Көктегі көк нұрлардың санатында, құсыным маржан жанған қанатында,
арманын, алашының алып ұшқан Әлихан Бөкейханов дара тұлға. Басымдау болса дағы сорбақтан, нетеді қазақ жұрты оны мақтан. Айдыны Ақтоғайдың аялаған, толқыны тоқырауының толаққан, ұрпағы даласында өніп өсіп, адамның кіндік кескен жері бесік, төреден тегін тартқан төредей ұл, қазақты сүйген екен өліп өшіп. Болса да сол арыстың қысқа күні, келеді құлағыма құстар үні, әр тасым түйме болсын өнеріме. Осы еді Әлиханның ұстанымы, жетер деп тақтамаған, бақтамаған, ат жалын тартып мінген ат балаған, арманын арай таңға шомылдырып, даласын бабасының бақ ораған. Алан жұрт, алан-далан алан бәрі, жас болып там түскен жанардағы, мәңгілік қазақ елі, ей бауырым, аңсаған арыстардың ағарманы, өлеңге айналғанда көңіл нәзік, өткенін өнегесі өмірге азық. Алаш деп аламанғат қосқанда, арманы арыстардың темір қазық, көшімнің күнді айналған көрігіне, бабамның еліміне, жеріміне тас емес, Әлиханның ағарманын түйме қып қада қазақ өнеріне. Рахмет, атың кім? Жөнім Ибраимов Әлихан. Әлихан десе Әлихан екенсің. Әлихан бабаңды көшбасшыға бол. Рахмет сіздерге. Жақсы, ары қарай Балқаш мектебі сіздерге рахмет. Келесі бізде кезекте Шахтинск мектебінің Әлихан Бөкейхан атындағы мектепке кезек береміз. Сіздер өздеріңіз сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Екі сұрақ. Кезек сіздерде. Шахтинск қаласы. Құрметті оқушылар мен ұстаздар, құрметті Нұртас Бірлікұлы. Қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Жастардың бойына қандай қасиеттер жетіспейді? Сіз бүгінгі жастарға? Бүгінгі жастар ертеңгі еліміздің болашағы. Өйткені абай айтқанымыз ғой, дүние үлкен көл, замана соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер дейді. Қазіргі жастарға біздің барлығымыздың көңіліміз толады. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келген, тәуелсіз Қазақстанның әнұранын жаттай біліскен, көк туын желбіреткен, елтаңбасын айшықтатқан, және осы елімізді арғалай дамытатын жастарсыздар. Сондықтан жастарға көңіліміз толады. Жер бетінде 6000-дай ұлт пен халық бар, бірақ 200-дей ғана мемлекет бар. Сондай мемлекет құрған аса дарынды, аса қуатты, аса интеллектуалды қабілеті зор халық ол қазақ халқы. Жаңа бәсекелестікке. Сол мемлекет құрып жатқан 200 халықтың ішінде біз жеріміз 9-шы орын алады. Және біз батыс пен шығысты, Еуразия мен Азияны жалғаған ірі мемлекетпіз. Міне сондықтан біздің жастарымыз өте жігерлі, өте білімді, заманауи білім алған, ғылым мен технологияның, инновацияның тілін меңгерген жастарға әрине көңіліміз толады. Сондықтан міне биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар келіп жатқан мереке бұл шын мәнінде біздің рухымызды көтереді. Сондықтан біздің жастарымыз әлемнің барлық университеттеріне еркін түсетін, үздік студент болатын, ертең үздік маман болатын жастар. Мен жастарға сенемін деген Мағжан Жұмабаевтың арманы осы тәуелсіздіктің 30 жылдығында толық орындалды деп айтамын. Рахмет. Көңіліңіз қатты болады. Жақсы. Келесі тағы сұрақ. Шахтинск қаласы, сұрақ қойыңыздар. Құрметті Нұртас Бірлікұлы, қазіргі жас ұрпақ тәуелсіздіктің қадірін қаншалықты сезініп жүр? Ұлттық идея деген бар ма? Ұлттық сананы қалай дамытуға болады? Ұлттық идея бар. Себебі ұлттық идеясыз мемлекет, жер, халық болмайды. Жаңа айттым ғой, біз әлемде территориямыз 9-шы орын алады. Осындай қуатты жерде отырған бізді осындай жерге ие болып отырған, осындай мемлекеттің сақтап отырған ол ұлттық идея. Мысалы үшін тәуелсіздік жылдарында біздің әрбір идея, әрбір елбасының жолдаулары, президенттің жолдаулары бізді ұлы идеяға шақырып отты. Мысалы үшін 2014 жылы мәңгілік ел мемлекеттік идея жарияланған болатын. Бұл идеяның
мақсаты өте дұрыс. Себебі біз мемлекетімізді мәңгілік қалдыруымыз керек. Біздің ұрпағымыз, қазақ халқы мәңгілік, азат, еркін мемлекет болуымыз керек. Міне. Сондықтан бізде сіздер білесіздер, 2017 жылы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жариялады. Міне сонда биыл осы рухани жаңғыру мақаласының жарияланғанына 4 жылдан асып бар еді. Осы рухани жаңғыру мақаласының нәтижесінде мемлекеттік бағдарлама қабылданды. 17 ғылыми жоба жүзеге асып жатыр. Ол қандай жобалар? Ол туған жер, ол қасиетті Қазақстан, Қазақстанның киелі жерлері, 100 жаңа оқулықты қазақ тіліне аудару сияқты жұмыстар жүзеге асып жатыр. Бұлардың барлығы ұлттық идея. Осы мақаласын елбасы айтқан болатын. Бізде ұлттық идея болу керек. Және біздің тарихи жадымыз, ұлттық кодымыз болу керек деді. Міне сондықтан бізде идея бар. Ал идеясыз мемлекет ешқашан алға дамымайды. Біздің идеямыз ол киелі, тәуелсіз Қазақстан. Біздің ең басты жетістігіміз, ең басты құндылығымыз, ең басты қасиетіміз осы тәуелсіздікте жатыр. Сондықтан тәуелсіздік ол біздің ұлы идеямыз. Ата бабаларымыз жүздеген жыл бойы осы тәуелсіздік үшін қызмет жасады, құрбан болды. Міне сол тәуелсіздіктің бақытын көру, бақыты сіздер мен біздерге бұйырып отыр. Рахмет сізге. Рахмет. Шахтинск қаласы Әлихан мектебінен бір өнерпаз өнер көрсетеді. Қабыл алайық. Ой, рахмет. Нағыз жігіт міне, қазақтың домбырасымен. Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасы ғой. Тәуелсіздіктің қадірін сезініп міне, балаларымыз сұрақтарын қойып, өз өнерлерін паш етіп отыр. Келесі кезекті Теміртау қаласындағы Әлихан Бөкейхан атындағы мектепке береміз. Кезек сіздерде, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Нұртас Бірлігұлы, сіз ықшамдап жауап беріп отырсаңыз, уақытын үнде отырайық. Қаттырақ сөйлеңіз, естілмей жатыр. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұйымдастырушылар және Нұртас Бірлігұлы. Нұртас Бірлігұлы, сіздің рұқсатыңызбен сізге бір-екі сұрақ қойсам. Алаш арыстан туралы не білесіз? Биыл
алаш арысы Әлихан Бөкейхановтың туылғаны 25 жыл толып отыр. Қазірде қалай ойлайсыз, қазірде алаш арыстарына тарихи толық сұрақ баға берілді ме? Және де алаш арыстарына алаш арыстарына баға берілді ма деп жатсыз? тарихи толық баға берілді деп ойлайсыз ба? Толық естімей қалдым. Алаш арыстарына тарихи баға толық берілді ме дейді. Беріліп жатыр. Осы 1988 жылдан бастап Алашорда зиялылар толық ақтала бастады. 1989 жылы Әлихан Бөкейхан ақталды. Содан бастап алаш арыстарына баға берілді. Өйткені үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Міне тіпті Әлихан Бөкейхан атында 5 мектептің, 7 мектептің болуы бір облыста бұл алаш арыстарына баға берілген деп есептеймін. Рахмет. Тағы сұрақ қойыңыз. Теміртау мектебі, дауыстарыңыз кішкене шығарсаңыздар, естілмей жатыр. Сәлеметсіз бе, құрметті Нұртас Бірлікұлы. Мен сізге сұрақ қойсам деп едім. Қазақстандағы алаш автономиясының үкімет төрағасы Әлихан Бөкейхановтың еңбегі қазіргі кезде толық бағаланбай жатыр. Жалпы ұлы қазақ елінің қайраткері Әлихан Бөкейханов туралы кітап жазған Виктор Казадой осылай дейді. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Естіпей қалдым, кешіріңіз. Не деді? Әлихан Бөкейханның тарихи рөлі жеткілікті деңгейде бағаланған ба дейді. Өткенде ресейлік ғалым Әлихан Бөкейхановты дәуір адамы деп атады ғой. Дұрыс. Сұрақ қойып жатыр. Өткен жолы Ресей ғалымы Петр Казадой келді. Ол Әлихан Бөкейханов «Человек эпоха». Енді Әлихан Бөкейхан дәуір адамы деген кітап шығарды. Әлихан Бөкейханның толық бағаланып жатыр. Міне, таяуда амандық болса, осы Қарағанды қаласының Октябрь ауданына Әлихан Бөкейхан атындағы аудан болады. Үлкен бәрі Қазақстан халқы тосып отыр. Сондықтан жаңағы оның үстіне біздің көршіміз, ұлы көршіміз Ресей Федерациясының ғалымы Петр Казадой, ол кітап менде бар ма қазір бұл жерде? Міне, Әлихан Бөкейхан дәуір адамы деген кітап шығарды. Қаншама еңбектер жарық көріп отыр. Мыңдаған, жүздеген ғылыми зерттеулер бар, жарық көріп отыр. Әлихан 15 томдық жарық көрді. Міне, сондықтан еңбегі толық бағаланды. Әлі де бағаланады. Бұның айттым ғой, бұл бір еңбекпен тоқтап қалмайды. Әлі де ғылыми жобалар, еңбектер дүниеге келе береді. Көп рахмет, бағаланды. Және бағалана да береді. Жақсы. Теміртау қаласы, кезек сіздерде. Өнер көрсетесіздер ме? Тәуелсіздік тойына. Дауыстарыңыз шығарыңыздар, естілмейді дауыстар.
Рахмет сізге. Өнеріңіз өрге жүрсін. Құрметті кездесуге қатысушылар, Нұртас Бірлікұлы біраз мәліметтер айтты, қысқа нұсқа өз өмірбаянынан Әлихан Бөкейхановтың мынау тарихи тұлғасына тоқталды біршама. Енді осы Әлихан мектептерінің басшыларға мына жерде Қайыржан ағамыз қатысып отыр, Ақтоғай ауданында. Ақтоғай ауданында Әлихан Бөкейханов атындағы директоры. Қайыржан ағамызға бір ауыз тілек берсек. Қайыржан ағамыз қосылып отырсыз ғой? Ақтоғай мектебі. Қосылып отырмын. Құрметті әріптестер, құрметті оқушылар және Альянс тобының мүшелері, яғни Қарағанды облысы бойынша біздегі ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан атындағы 7 мектептің ұжымы және облыстан тағы да қатысып отырған қонақтар, оның ішіндегі бүгінгі осы біздің өнегелі өмір жобасының басты қонағы болып отырған Нұртас Бірлікұлы, сіздерді мынау келе жатқан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30-лық мерекесімен, тұңғыш елбасының туған күні мерекесімен барлықтарыңызды Ақтоғай ауданы Әлихан Бөкейхан атындағы мектептің ұжымының атынан құттықтаймыз. Бүгінгі осы өтіп отырған кездесу әрине осы кезеңде өте маңызды деп білеміз. Көптеген біраз мағлұматтар алдық. Біздің оқушыларымыз осы бүгінгі осы үлкен шараға қатыса отырып, мінекей ұлт көсемі, қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханұлы жөнінде Әлихан Бөкейханов жөніндегі көптеген өздерінің білмейтін қырлар жағынан көптеген түсініктеме мағлұмат алып дейміз. Әрине, бұл тек қана біздің бастауымыз ғана, бұл топтың. Былтырдан бері бастаған осы ісімізге басшылық жасап отырған Бақытгүл Хималдинова бастаған топ, және облыстағы осы Альянс тобының мектеп басшылары, сіздерге көптен көп рахмет. Бізде қазір Сұлтанхан Аққұлы айтпақшы, тәуелсіздігіміз өзінің дегеніне жетті, сен қозғалды. Сондықтан біз Әлекеңнің ұлттың тәуелсіздігі үшін, халқы үшін, жері, кең байтақ жер үшін өте көп еңбек сіңірген ұлт қайраткер екенін түсінеміз, білеміз. Сондықтан осы бүгінгі отырыста көптеген мағлұмат алдық. Әлі де осы Әлекеңнің сан қыр жақтарын біз оқып үйренеміз дейміз. Бүгінгі күндері осы Альянс тобының мектептері сіздерді келетқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, Ақтоғай ауданы Әлихан Бөкейхан атындағы мектептің оқушыларының бір музыкалық қазақтың күйі, ертесілкім күйін назарларыңызға ұсынамыз. Көптен көп рахмет. Нұртас Бірлікұлы, сізге көп рахмет. Бақытгүл Хималдинова және осыны ұйымдастырып отқан ұйымдастырушылар, сіздерге көп рахмет. Осындай кездесулеріміз көбейе берсе екен дейміз. Рахмет сізге. Ал кезекті өнерге берейік.
Рахмет сіздерге. Ақтоғай өңірі ән жырдың мекені міне өздеріңіз дәлелдеп отырсыздар. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Шахтинск қаласындағы Әлихан Бөкейхан атындағы мектеп лицейдің директоры Арарат ағамыз отыр екен мына жерде. Арарат аға, өзіңіз бір-екі ауыз тілегіңізді білдіріп жүрсеңіз. Құрметті бүгінгі конференцияға қатысушылар, құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгін керемет конференцияның куәсі болдық. Жалпы альянс жұмысы былтырдан берді осы жұмыстарын атқарып келе жатыр. Сол ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Біріншіден мен осындай тамаша жұмыстарды ұйымдастырып жүрген Бақытгүл Хималдиноваға көп рахмет айтқым келеді. Жалпы қазір уақытта 7 мектеп құрылған. Біз мектеп Әлихан Бөкейхан атын алған кезде 3 мектеп болатын. Бұл ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Себебі Әлихан бабамыздың қосқан үлесі Қазақстан мемлекеттің құрылуына, көтерілуіне, тәуелсіздік алуына қосқан рөлі өте жоғары деп ойлаймын. Сонымен қатар өнегелі өнер өмір жобасының аясында өткізілген бүгінгі Нұртас Бірлікұлына көп рахмет айтқым келеді. Сізден балаларымыз көптеген мәлімет алып, жалпы Әлихан бабамыз туралы одан да ақпарат көбейе түсті деп ойлаймын. Сондықтан да көп рахмет ұйымдастырушыларға. Рахмет Арарат ағай. Балқаш қаласындағы мектептен Берлібек деген жігітке сөз береміз бауырымызға. Балқаш қаласы. Берлібек, сөз сізде. Ассалаумағалейкум. Естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр, сөйлей бер. Сәлеметсіздер ме, құрметті бүгінгі Әлихан мектептерінің альянсының директорлары, оқушылары, ұстаздары. Бүгінгі мына өтіп жатқан іс-шара бұл оқушылар үшін де тыңдай білген құлаққа өте маңызды ақпараттар айтылып өтілді. Жаңағы бізде Нұртас Бірлікұлының айтып өткен мәліметтерінің барлығы ол әрбір қазақ үшін жаңағы Әлихан Бөкейхан бабамыздың өміріндегі маңызды ақпараттарды алды деген ойдамын. Одан кейінгі мына Мартбек Қайыркенұлы, өзіңізге алғыс білдіреміз. Осындай іс-шара өткізіп жатқан бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында және Әлихан Бөкейханұлының 155 жылдығы аясында маңызды іс-шаралардың бірі деп айтуға толық келеді. Одан кейінгі біз осы іс-шараның басында сөз бастап кеткен Бақытгүл Хималдиноваға да алғыс білдіреміз. Бұл іс-шаралардың барлығы енді кезекте жаңағы айтып отыр ғой, барлығы тек бастама, алдағы уақытта осы бағытта жұмыстар жүргізіледі, әртүрлі көптеген жұмыстар жүргізіледі деген ойдамын. Рахмет. Рахмет. Енді мына жерде Теміртау қаласынан басшысы Бағдат ағамызға бір ауыз тілек берейік. Теміртау қаласы. Бағдат аға, жаңа қосылып отырдыңыз ғой. Жақсы. Құрметті әріптестер, биыл ұлы дала қоңыраудан. Маған сөз бересіз? Жақсы, айтыңыз. Мартбек мырза, мен жаңа өзіңізге айтқан едім. Басында қатысып одан кейін рұқсат берсеңіз шығып кетейін деп. Құдірет па, күш па, мен шығармадым, міне басынан аяғына дейін қатысып отырып, міне алдымда отырған міне қойын кітабыма талай сіздерге беретін ұсыныстарды жазып алдым. Бүгінгі күн Нұртас Бірлікұлымен бір керемет сондай тамаша сұхбат болды. Оқушылардың қойып отырған сұрақтарының маңыздылығын, дөп түсіп қойған сұрақтарына ерекше риза болып отырмын. Сондықтан Мартбек Қайыркенұлы, сіз өзіңіз осы альянс мектептерінің басшысы деп білемін сізді. Сондықтан осындай ұйымдастырып, барлық мектептердің барлығы, сізді қараңызшы, бірлігі жарасқан
бір альянс мектептердің басшыларын көріп мен қуанып отырмын. Осы жерде мен ерекше атап өткім келеді. Бұл ұлттық рухы мықты мектептер. Сіздің мектепте алса қаншама дарынды тұлға балалар шығып жатыр. Қаншама білімді білікті ұстаздарыңыз жетістікке жетіп жатыр. Мысалы, Шахтинск қаласындағы Арарат мырза басқарып отырған мектепте де ерекше атап кету керек. Осы биылғы жылы қаншама байқаулар өтсе, мен қарап отырамын, үнемі сол байқаудан кеше ғана жыл мұғалімнен де сырылып шығып алдына мектептердің жыл мұғаліміне байқау алып жатыр. Енді Балқаш қаласындағы Әлихан Бөкейхан атындағы мектепті ұстаздары, оқушылар ұжымы бұл ұлттық рухта патриоттық сезімі жоғары мектептер. Теміртау қаласының ортасынан өзі осындай игі шараны әрі қарай жалғастырып отқан Бағдат мырзаны да айтып кетуге болады. Шалғайда жатса да Әлихан Бөкейхан атындағы мектеп Ақтоғайдан қосылып отқан Қайыржан мырзаға да алғысымыз шексіз. Сондықтан мен мына жерде барлық мектептердің оқушылары мен педагогтарының басшыларымен бірге атқарған жұмысын әрі оны қашықтықтан мазмұнды мағыналы етіп өткізгеніне риза болып отырмын. Сондықтан бүгін мен айттым ғой, Әлихан Бөкейхановтың біз білмейтін қандай қырлары бар деген сұраққа балалар өзінің жас ерекшелігіне қарай сұрақты қойып отырғанына мен өте риза болып отырмын. Сондықтан Мартбек мырза, бұл жерде мынандайды айтып кеткім келді. Эстафета беріп отырсақ, бір-бірімізге әрі қарай іс-шараны бірін-бірі қайталамай, бүгінгі конференцияның ерекшелігі де өзінің бір дара тұлғанда көрсеттік. Енді келешекте көкейлерінде бір қандай да сұрақ туындайтын болса, біздің оқушыларымыз Нұртас Бірлікұлына да хабарласып ала алады сұрақтың. Енді менің ұсынысым сол Нұрсахан Ахметовна айтып кеткен, өкінішке орай мені шақырды, мен бара алмай қалдым. Осы жаңағы біздің Ресейдің осы білікті де білімді ұстазы Әлихан танушының кітабының жаңадан бір ашқан қырлары көп деп айтты. Осы кітапты келесі жолы талдасақ деген ұсынысымды айтқым келіп тұр. Сондықтан Нұртас Бірлікұлы, сіздердің тараптарыңыздан осы қолдарыңызда отырған кітапта қандай да бір біз білмейтін біраз қырлары бар деп Нұрсахан Ахметовна айтып отыр ғой. Нақты туған жылын, күнін барлығын айтып бер деп. Тұлғатану орталығымен бірлесе отырып, келесі бір кездесуді жақсылап тұрып ұйымдастырсақ, әрине тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында қаншама іс-шаралар атқардыңыздар, бірақ дегенмен де бізде осы кітапты оқушыларға жеткізіп талдауымыз қажет сияқты. Менің тарапынан осы ұсынысты сіздерге айтқым келген. Назар салып тыңдап, осылай қатысып отқан оқушыларыма, Мартбек Қайыркенұлы, өзіңізге, барлық мектеп басшыларына бүгінгі сенбі күнге қарамай бізбен бірге отырып осындай іс-шараны өткізгендеріңізге алғысымыз шексіз. Тәуелсіздігіміздің көк туы желбірей берсін. Ертең тәуелсіздігіміздің туын биікке көтеретін осы оқушыларымыз, сіздер аман болыңыздар. Барлық жақсылықты, амандықты, саулықты тілеймін. Рахмет. Көп рахмет. Биыл мына ол ұстаз Ыбырай Алтынсариннің тойын тойлап жатырмыз. Сол кісі айтып еді, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды. Міне сондай заманда отырмыз ғой қазір. Қашықтықтан, бес қаладан қатысып отырмыз. Оқушыларымыз бар, мұғалімдеріміз бар, мектеп басшылары. Енді кездесуімізді ары қарай жалғастырсақ, Нұртас Бірлікұлы, өзіңіз қорытындылап бір-екі ауыз тілек айтып жіберсеңіз, сосын мен қорытындылап бүгінгі кездесуімізді аяқтасақ. Құрметті ұстаздар, осы шараны ұйымдастыруға бастамашы болып отырған біздің үлкен ұстазымыз, ұйымдастырушы Бақытгүл Қималдинова, сізге көп рахмет. Бақытгүл Қималдинованы біз әрқашанда үлгі тұтып, мақтаныш қылып жүреміз. Өйткені бұл кісі алдымен тарихшы, тарих факультетінің түлегі Бақытгүл Қималдинова. Сондықтан сізге көп рахмет айтамыз. Осы Әлихан Бөкейхан атындағы мектептің басшылары, осы Мартбек Қайыркенұлы, сізге рахмет. Және Теміртау, Балқаш
Шахтинск қалаларының Әлихан Бөкейхан атындағы мектептің басшылары, сіздерге көп рахмет. Осы шараға қатысып сұрақ қойған оқушыларға үлкен алғысымды білдіреміз. Сіздер осы тәуелсіз Қазақстанның нағыз патриот азаматсыздар. Ертең елімізді дамыған 30 елдің қатарына алып баратын, қазақтың туын биік көтеретін, қазақтың білімін, ғылымын, қазақты танытатын, елімізді танытатын осы сіздер жастарсыздар. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет айтамын. Жаңа Бақтың Тимолдин айтып өтті ғой. Петр Иванович Казадойдың Әлихан Бөкейхан дәуір адамы кітабын біздің Нұрсахан Ахметқызы басқаратын тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы бұл кітапты ары қарай зерттеп, насихаттап, жас ұрпаққа бұны үлгі етіп әлі де насихаттайды. Себебі Нұрсахан Ахметовна ірі ғалым, ол кісі ірі Әлихан танушы. Біз Әлихан Бөкейханның Әлихан Бөкейхан туралы алғаш атты біз Нұрсахан Ахметованың аузынан естігенбіз. Ол кісі бізге 4 жыл сабақ беріп, сол сабағының барлығында осы ірі Әлихан Бөкейхан туралы ірі еңбекті талдап өткізетін. Сондықтан шын мәнінде осы Әлихан тануға Нұрсахан Ахметованың қосып жүрген үлесі өте зор, өлшеусіз, ешқандай сөзбен де еңбекпен де жеткізе алмаймыз. Ол кісі шын айтқан кезде біз үшін бірінші Әлихан танушы болды. Міне сондықтан бүгінде менде көптеген идеялар алып отырмын сіздерден. Көп рахмет, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Біздің басты құндылығымыз киелі тәуелсіздігіміз құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Нұртас Бірлікұлы, балалармен емен жарқын жүздесіп, бүгінгі сұхбатымыз өте сүбелі болды. Құрметті әріптестер, құрметті Әлихан мектебінің оқушылары, құрметті Қарағанды облысы бойынша Әлихан мектептерінің альянс мүшелері, бүгінгі жиынымыз осымен тәмам. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Мына Әлиханның керемет сөзі бар. Ұлтқа қызмет ету мінезден дейді. Мінезді балаларымыз көп болсын. Тәуелсіздіктің қадірін сезінетін ұрпағымыз мың жасасын. Тәуелсіздіктің қадірін сезінетін жастарымыз молынан болсын. Бүгінгі осы жиынға қатысқан Әлихан мектептері альянсына шын жүректен алғыс айтамын. Бақтың Тимолдинге сізге мың алғыс. Бізді қолдап, біз 5 жылға жоспар жасап қойғанбыз. Жаңа тарихшы Нұртас ағамыз айтып өтті ғой, Әлихан Бөкейхановтың 15 томдығы бар. Сол 15 томдығы бойынша Әлиханның жан-жақты тұлғалық қырлардан тоқталамыз деген. Ол кісінің экономикалық көзқарасы, әдебиетке сіңірген еңбегі, сондай бір жеке тұлғаларына тоқталатын